жаңа сөздер. Сәлем, досым. Өткен жолғы сабақта көнерген сөздер туралы сөз болса, бүгінгі сабағымызды жаңа сөздерге арнаймыз. Сен байқадың ба? Бір сыныптан келесі сыныпқа өткен сайын жаңа сөздер пайда болып отырады. Ол заңдылық қой. Себебі қоғамымыз бір орында тұрмай дамып отырады. Ал тіл сол қоғамның ең маңызды бөлігі. Егер осы туралы толығырақ білгің келсе, зейін қойып тыңда. Неологизмдер деп қоғамның даму кезеңіне байланысты сөздік қорымызға еніп отырған жаңа сөздерді айтамыз. Әр қоғамда халықтың санасына, түрліше жағдайына, рухани өсуіне, экономика мен техниканың дамуына байланысты жаңа сөздер пайда болады. Сөздердің мағыналарының жаңаруы арқылы кеден, ғимарат, құжат, қосымша жалғану арқылы мұздатқыш, марапаттау, тәуелсіздік, оқулық, сөздердің бірігуі арқылы өнеркәсіп, тікұшақ, қолөнер, басқа тілдерден ауысу ену арқылы экономика, менеджмент, спутник, компьютер, фармацевтика, химия. Басқа тілден сөз аудару арқылы үшбұрыш, аудармашы, ғаламтор, көлік, ұялы телефон, тәуелсіздік, автокөлік.